шын айтса өлең жаттамайтын, 30 шақты өлеңнен қайыратын, өнер десе жайындай жайылатын, қазіргі жастардың тілімен айтқанда әңгіме айтуды айыратын, таңды таңға жалғайтын, жатқылыққа бармайтын, той думаннан қалмайтын, өнермен елді шарлайтын, жүректен шыққан жырларын осындай ағайындарға арнайтын, әкесінен аумайтын Бағдәулет Арыстанұлы алдарыңызда тағы да шығып тұр. Енді Наурыз мейрамында бүкіл барша мұсылмандардың мейрамы, онысы бүгін біздің қазақтардың мейрамы. Баяда бір Сержан деген жігітпен Ғабит деген жігіт дос болып, үлкен кісі келіп сұраған екен: "Әй Сержан, осы сен үшін отан дегеніміз не?" деп. Сержан айтты: "Отан дегеніміз ол отан" депті. "Бауырым, отан деген ол сенің анаң, отан деген ол сенің шешең" депті. Осыны ұғып ал деп. Ғабит тұр деп. "Отан дегеніміз не?" десе, Ғабит айтады дейді: "Өзіңіз айттыңыз ғой, Сержанның шешесі екен ғой" депті. "Бауырым, отан деген ол сенің де анаң, отан деген ол сенің де шешең, осыны ұғып ал, түсіндің ба" деп. "Түсіндім" деп. "Нені түсіндің?" десе, "Біз Сержан екеуміз туған ағайын екенбіз ғой, соны түсіндім" деп. Бүгін енді туған ағайындай болып отырмыз. Қазақ деген 5 әріп, 5 саусағым деп білем, 3 саусағым 3 жүзім, екеуі қожа төре ғой, осыларды ойласаң санаңа көп келеді ой дейді. Қазақ болса жалайыр болсын, жалайырдай батыр талайыл болсын, жалайырдан бір ағайын болсын. Қазақ болса сары үйсін болсын, қазақпын дегеннің бәрі үйсін болсын. Қазақ болса дулат болсын, дулаттардай шамшырақ жанған шырақ болсын. Қазақ болса албан болсын, албандардай тарлан болсын, албанның ұл-қызындай арман болсын. Қазақ болса ысты болсын, ыстылардай күшті болсын. Қазақ болса қаңылы болсын, қаңылылардай арлы болсын. Қазақ болса шапырашты болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Жоғары жақ қой енді. Қазақ болса шапырашты болсын, шапыраштылардай алдығырлықпен қатынасты болсын. Қазақ болса шанышқылы болсын, шанышқылдай табыстылы болсын. Қазақ болса сіргелі болсын, сіргелідей ілгері болсын. Қазақ болса ошақты болсын, ошақтылардай атақты болсын. Қазақ болса суан болсын, суандардай шынға біткен шынар болсын. Осындай сұлу сәні болсын, қазақпын дегендер ұлы жүздің бәрі болсын. Қазақ болса орта жүзден арғын болсын, арғындардай алғыр болсын. Қазақ болса қыпшақ болсын, менмін дегендер жағасынан ұстап көрсін. Қазақ болса қоңырат болсын, қоңыраттардай жадырап толсын, қоңыратты елемегендер қаңырап қалсын. Қазақ болса найман болсын, Құдай-ай, наймандардай қайдан болсын дейді. Маған әкем айтады дейді: "Балам, найманның қызын ал" деп. "Әй, неге?" десем, "Найманның қызын алған адам қартаймайды" дейді ма. "Әй, неге?" десем, "Сөйтсем қартаймай жатып өлтіріп жібереді" дейді ау. Қазақ болса керей болсын, керейлердей ашылған көмей болсын. Қазақ болса уақыт болсын, уақыттардай жүздерінде шуақ болсын, бойларында қуат болсын. Қазақ болса кіші жүзден табын болсын, табындардай кеудесінде жалын болсын. Қазақ болса әлім болсын, әлімдердей алталашқа мәлім болсын. Қазақ болса шекті болсын, қыз жібекте қыздар текті болсын. Қазақ болса жаппасы болсын, жаппастардай бірлігі жарасқан отбасы болсын. Қазақ болса тама болсын, тамаларда ерекше дара болсын. Қазақ болса жағалбайлы болсын, ойлағаны әйел жайлы емес, заман жайлы болсын. Қазақ болса адай болсын, бірақ адайлардан абай болсын. Осындай батыр жаны болсын, қазақпын дегендер кіші жүздің бәрі болсын. Қазақ болса төре болсын, төрелерде бұзылмайтын кеме болсын. Қазақ болса қожа болсын, қожалардай таза болсын, қожадан әбзәтіні бір бажа болсын. Осындай еркіндікте жүрген азат болсын, барлығының ғұмыры ғажап болсын. Осындай бөлінбейтін тегі бар, біз сияқты қазақ болсын. Шаттығың ортаймасын таза ұшқан, қырандай көкке самға ғажап ұшқан, жаса, мәңгілік жасай берсін мұсылман ел, қазағым, Қазақстан. Баршаларыңыздың көңілдеріңіз биік болсын. Әр наурызда мұсылман халқы осындай жақындарын жиып көрсін. Осы тілегімен шапалақ ұрғандардың астарында бір-бірден жиіп болсын, ұрмағандарға сол жиіп көздеріне күйік болсын деп әзілдеп қойымыз. Негізі бөлініп жатыр деп ойлап, бөлінгенде бөрі жетеді, тілайын бөлінбейміз, бөлінуден Құдай сақтасын. Өзім негізі қоңыратпын ғой. Қоңырат болсын, қоңыратты елемеңдер қаңырап қалсын деп әдейі, мен елесін деп айтып жатқаным уже. Баяда осы той басқарсам, балам қоңыраттың ішінде қайсың десе айтуға ұялатынмын мен. Сөйтіп бір күні Шаншар театрында Уәлибек деген ағам айтты: "Сен ол руыңды айта бер, оны жарты қазақ біліп қалды, сондай ру бар екенін білсін" деп. Өзі айтуға да ыңғайсыз тұғын. Десем, қазақ кезінде солай қоя берген, руыңды танып деген екен, руымды танытып жүрмін мен. Жағым деген ғой. Мен қоңыраттың ішінде Көтен деген рудан боламын. Бізде Көтен Сасық деген ру бар есіңде болса. Bir et olsa bir keşfirudasın bir apam, ay tamadan bala yeğenim qanday dedi mаған. Apam Көтен emesmi, Көтенмін dedi. Bizim apam durdu, ay balam Көтен qanchaga bölünedi dedi. Apa Көтен bölünbeydi ғой dedi.
Қоймайды көтен қаншаға бөлінеді деп. Аға көтен деген домалақ ұру деді. Ол қақ ортасынан бір-ақ рет бөлінеді деді. Жалпы өзім бөлінмеймін дедім. Бір рет бір қызбен танысып қалсам, ол қыздың ұруы сасық екен жаңа. Барып қарындас еліңіз қандай десем, ана қыз сасық деп айтуға ұялды ма, менің елім дұхи деді ма. Бір кезде менен сұрайды, сіздің еліңіз қандай деп, мен сұмдық қой енді. Саспаңыз, мен сол дұхи шығаратын заводтанмын ғой. Заводтанмын ғой енді. Сонда мынау қазақ болып барша тегін білсін деп айтып жатқан жайым бар. Көңілдеріңіз қуанышқа тола берсін, бастарыңызға бақыт құсы қона берсін. Осындағы отырған әр адамның шаңырағында жылына 20 рет той бола берсін. Ұрпақтарыңыз көбейсін. Баяғыда бір апамыз бір подъезге кіріп қалса, подъездің ішінде бір келіншек роддомға жете алмай, босанамай, үлгере алмай қапты. Апамыз подъезде көршілерден ананы сұрап, мынаны сұрап, үйтіп жүріп, келіншекті босандырып апты подъездің ішінде. Келіншек айтты, не деген батыр келіншексің, подъездің ішінде босана салдың. Ол ештеңе емес, былтыр қақаған қыста Остановкада бір әйелді босандырып ағам десе, жаңа келіншек айтады дейді, танымадыңыз ба не, ол да мен едім ғой деп жүр. Сол ұрпақтарымыз көбейе берсін. Апамыз бір немересіне айтып жатыр дейді, жатсайшы, ұйықтасайшы, осы Құдай үшін ұйықтасайшы. Құдай атауба, осы Құдайдың берген бақ едім, Құдай үшін ұйықташы десе, немересі айтты, апа, үнемі Құдай деп айтасыз, Құдай деген кім депті. Апамыз айтты, ай балам, Құдай деген кім деп айтпа. Ол құдіретті күш, оны көруге ешкімнің күші жетпейді. Жат, ұйықта деп немересін ұйықтап тастап, азында тұрып немересі айтады дейді, апа, мен түнде Құдайды көрдім ғой депті. Әй, қайдан көрдің десе, сіз түнде мені ұйықтатқан кезде өтірік ұйықтап жатқан болатынмын. Сіз теріс қарап жатыр едіңіз, атам жайлап келіп есікті ашып, сіздің артыңыздан түртіп еді, атама қарап, Құдай-ау, ақыры келдің ба дедіңіз ғой. Сол сияқты немере күздің көңілінің қарға ашылады дейді. Апаларымыз, аналарымыз аман болсын. Әйелден пайғамбар шықпаған дейді. Бірақ пайғамбар әйелден туылған дейді. Небір алып батырларда, өткір ақындарда анадан туылған. Мынау дүние жалғанда анадан асқан жан бар ма? Мейлі көсем, мейлі шешен, анадан туған хандарда. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар, без уайым карт ойнайды. Сондықтан да аналарымыз, апаларымыз аман болсын. Баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Осы бір қазақ туралы айтып кетейін деген ол қазақ екенімізді еске салайық деп. Қазақтар аман болсын, мұсылман ел аман болсын. Алланың нұры жаусын.